Assalamu alaikum желі қолданушылары, қалайсыздар? Өзеріне есікті бір орынға құру жұмыстарын жасап жатырмыз. Есік болғанымен сыртқы рамкасы жоқ, байқайсыздар ма? Соған сыртқы рамка құрастырып, осында жерден шыққан темірлер құрғымыз келіп отыр. Алдымен осы темірлер бойлары жетпейді, соны бір-біріне қосып жалғауымыз керекпіз. Сосын өзімізге керек өлшемді керек өлшемдерді кесіп аламыз. Бізге қазір керегі 1.95-тен 2 дана және 71,5 сантиметрден 2 дана құрастырамыз. Жаңағы құрамыз деп отқан есігіміз әуелгі воротның есігі екен. Өзінің рамкасын кесіп алайын деп отырмыз. Осталистен приходтарды үзу керек. Қойын деп отқан есіктің сөзі вороттан алған ғой. Рамкасы жоқ деп біз деген. Ондай темірлермен рамкасы дейін деп отыр едік қой. Мына есік қой жалпы. Бірақ воротыда өзінің рамкасын кесіп алған соң Аллахтың мейірімімен. Одан оңай құтылдық. Алхамдулилля. Стерлерді қағып үш жерден әнекелеп түсеміз. Болды есік дайын. Так, есіктің шаруасы болды. Бұда есік қойды ғой. Шеттерін sıra фена, балшық бірден жағып өтеді. Астын алып тұсып, кесіп. Тәшкі бұлай өткен жетті дейді. Жайт өткен дейін, яқта воротының есігі ғой. Өзінде рамкасы бар. Бөлік рамкасы енді есік. Енді европейский емес, бірақ айтыр. Шаруа қалып тұруға болады, алхамдулилля.